Сәлем достар! Бұл видеода біз сіздермен бірге өте дәмді, нәзік шоколадты торт жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің бисквитіміз өте жұмсақ болып піседі. Ал енді бисквитті жасауға кірісейік. Рецепт видеоның астындағы описанияда жазылған. Ең алдымен 3 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек ыдыстарға ажыратып аламыз. Бисквитті жасап жатқанда қолданып жатқан бүкіл ыдыстар сусыз, майсыз, құрғақ болуы керек. Егер тіпті ылғал болатын болса, біздің бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Қалған 3 жұмыртқаны жаңағы ағынан ажыратып алынған сары жұмыртқаларға қосамыз. Содан соң 3 жұмыртқаның ағын 2 шай қасық қант салып көпіртіп аламыз. Ал енді сары жұмыртқалардың үстіне аз-аздан біртіндеп қант салып көпіртеміз. Міне, бізде жұмыртқа осылай аппақ болып көпірді. Ал енді ұн, какао, қопсытқыш және ванилинді араластырып, електен өткіземіз. Құрғақ массаны жаңағы сары жұмыртқаның үстіне аз-аздан біртіндеп салып, тек бір бағытта силиконовая лопатка немесе ағаш қасықпен асықпай араластырамыз. Темір қасық қолданбаңыз. Және де егер тез араластыратын болсаңыз, біздің жаңағы көпірткен жұмыртқамыз объемын жоғалтып, бисквитіміз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Құрғақ масса мен көпіртілген жұмыртқаның ағын кезек-кезек салып араластырамыз. Бисквитті алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскенше кремін жасауға кірісейік. Творожный сыр мен сахарная пудраны миксермен араластырамыз. Егер сіз тәттіні жақсы көрсеңіз, өз қалауыңыз бойынша сахарная пудраны көбірек салсаңыз болады. Ал содан соң бөлек ыдысқа сливкиді көпіртіп аламыз. Көпіртілген сливкиді творожный сырдың үстіне біртіндеп салып араластырамыз. Міне, бізде осындай тығыз крем пайда болды. Біздің бисквитіміз де пісіп қалды. Бисквитті толық суытып алғанға дейін кесуге, арасына крем жағуға болмайды. Ал енді торттың бетіне безендіретін шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды микроволновкада немесе ыстық судың ішіне салып ерітуге болады. Мен бисквитті 3 бөлікке бөліп алдым. Ал енді тортты құрастырып безендіру ғана қалды.
Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.